Баршаға ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бокс жаңалықтары видеоны бастамас тұрып арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Сол үшін арнаға тіркеліп қоямыз. Асу Алмабаев UFC-дегі даулы жеңілістен кейін Қазақстаннан кетті. Наурыз айында португалиялық Маниел Капайдан даулы жеңілістен кейін UFC-дегі қазақстандық Асу Зульфикар Алмабаевтың келесі жекпе-жегін қатысты мән-жай белгілі болды деп хабарлайды. Алмабаев келесі жекпе-жегін дайындалу үшін Осетияға кетіпті. Бұл туралы оның бапкері Эдуард Базаров мәлімдеді. Қазір Асу Осетияда оқу-жаттығу жиынында, оның алдағы жоспарлары жайлы нақты ақпарат жақын күндерде белгілі болады. Біз бастапқыда Бакуды өнер көрсетуге ниетте едік, алайда болмай қалды. Енді визасыз елдерінің бірінде октагонға шығуға кездесіп отырмыз. Қарсылас ретінде Эрсекті ұсыну әбден мүмкін. Бұл өте қызықты болар еді. Себебі біз бастапқыда соған дайындалған едік деп береді Базаровтың сөзін. Ивенттегі басты айқас және даулы жеңіліс. Айту керек, Капа мен жекпе-жек ресми түрде белгіленбей-ақ тұрып, Асу Алмабаевтың қарсыласы ретінде австралиялық Стив Эрсек қарастырылған болатын. Алайда Эрсек бұрынғы әлем чемпионы мексикалық Брендон Моренмен жекпе-жекті таңдады. Сөйтіп, Алмабаев 2 наурыз күні ақш-тың Лас-Вегас қаласында өткен UFC Vegas 103 турнирінің басты айқастарының бірінде португалиялық Маниел Капамен жұдырықтасты. Жекпе-жек барысында Капа бірнеше рет Асудың көзін шұғып ала жаздады. Алайда бас төреші Майк Балтер ереже бұзылғанын көрмеді. Ақыры Капа 3-ші раундта Алмабаевты нокаутқа түсірді. Алмабаев UFC ұйымының тарихында турнирінің басты жекпе-жегінде өнер көрсететін тұңғыш қазақстандық болды. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.